Енді мына жерде бойдақтар отыр. Бойдақтарға бір-екі насихат айтып жіберейік. Әкелер отыр, оларға бір-екі құлақтарды ашып тыңдап алыңыздар. Құдай қаласа барлығыңыз балалы боласыздар, или балалы болғандар бар. Әкенің баласының алдында міндеттері бар. Сол міндеттерінің ең біріншісі не деп ойлайсыздар? Дұрыс айтады, жақсы ана таңдау дейді. Көрдіңіз ба? Міне бойдақтар құлақты ашып алып жатқан осы. Сұлу көрдім екен деп секіре беруге болмайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады: қоқыста өскен раушан гүлге құмар болма дейді. Көргенсіз үйдегі қыздан еш нәрсе шығара алмайсың бәрібір дейді. Көрдіңіз ба? Әкесін, шешесін тегін, мінезін, тәрбиесін біліп ал дейді. Ғашық болып қалдым мен, өлеймін, күйем, сүйем деп. Ғашықтың 2 айдан кейін бар ғой, батарейкасы өтіп қалады ғашықтығың. Шынайы массыз шешілген кезде бар ғой, бекер ғашық болыппын деп айтасың. Сол нәрсеге жетпес үшін дұрыс таңдау керек, жарды дұрыс таңдау керек. Мынау ең дұрыс болды, жаңылып кете береді. Кім дұрыс тапты, машалла. Бұл бірінші міндеті. Ер адамның баласының алдындағы бірінші міндеті дұрыс жар таңдай білу. Екінші міндеті бар. Бұл не? Балаға азан шақырып, дұрыс ат қоя білу керек. Құлағына азан шақырып, дұрыс ат. Дұрыс ат баланың тағдырына әсер етеді. Үшінші міндеті, негізгілерін айтып жатырмын, үшінші міндеті балаға білім мен тәрбие беру керек. Көрдіңіз ба? Бағанағы бала сияқты әкем клиенттермен жақсы болғандай, менімен жақсы болса екен деген нәрсеге апармау керек баланы. Балаңмен отырып сөйлесуің керек. Ол да құлшылық болып есептеледі. Балаңа бөлген азғантай уақытың дейді, оған жететін еш нәрсе жоқ дейді, хадистерде келеді. Әкенің баласына беретін ең абзал нәрсесі бұл уақытын бөліп тәрбие беру дейді. Әке бір жақта соткымен, шешем бір жақта соткымен, бала бір жақта соткымен, сондайға кетіп бара жатырмыз. Анау телефоннан тәрбие алып жатыр, мынау ананың өмірбаянының сторисін көріп әлек болып жатыр, мынау басқа біреудің бірдеңесін көріп жатыр. Әйтеуір үшеуі үш әлемде өмір сүріп жатыр. Бір-бірімен байланыс жоқ. Тамаққа шақырса, ар жақта залда жатқан адамға тамақ дайын болды деп WhatsApp-тан жазып жібереді. Сосын кухняға барасың. Сондайға апарды өзі. Үшінші міндетім неке, балаға ерінбей, балаға білім беру керек. Білімнің ең, тәрбиенің ең негізі бұл Құдайды таныту дейді, ғалымдар айтады. Құдайды таныған бала ешқашан сені істемейді, опық жегізбейді дейді бала. Тарихта Омар ибн Абдул-Азиз деген табиғин болған. Білесіздер ме, Омар ибн Абдул-Азиз танитындар бар ма? 5-ші әділетті халифа деген атқа ие болған. 2,5 жыл халифа болған. Қараңыздар. 2,5 жыл халифа болған. Бүкіл дүние оны айтып келе жатқанына биыл 1345 жыл болды. 1345 жыл болды. 2,5 жыл халифа болған адам туралы айтып келе жатыр адамда. Мінбарларда. Өмірлеріне мысал болып айтып келе жатыр. Сол халифа Омар ибн Абдул-Азиз халифа болып сайланғаннан кейін өзіне тақуалықты ту етеді. Сондай қатты әділетті болады, өте мықты. Бұның әділеттілігі ұнамайды туысқандарына. Халыққа да ұнамайды. Әділдік керек, бізге әділдік керек деп орнап отыр ғой қазір. Шынымен әділ болып кетсе бар ғой. Қиын болып қалады кейбір кісілерге. Күніңе разы бол. Осы күніңе, заманыңа разы бол. Ол деген сөз енді олардың күнәсіне разы бол деген сөз емес. Бірақ шектен тыс нәрсені, өзің көтере алмайтын нәрсені талап қылмай қой. Сонда қарасаңшы, ана туысқандары Омар ибн Абдул-Азиздің қасындағы аспазшыны тамағына у қосып беріп өлтіреді ғой. Аспазшысын сатып алады қасындағы. Бұл тамақты жеп қойғаннан кейін бар біліп қояды, у ішіп қойған Омар ибн Абдул-Азиз. Сөйтеді де айтады, кетіп қалды ма дейді ғой. Ана повар айтады, кетіп қалды дейді. Неге өттің дейді. Қаншаға сатылдың дейді. Пәленбай динарға дейді. Сол ақшаны менен сұрасаң өзім ақ беретін едім ғой дейді. Бұл жерде ақшадан бұрын дейді, повар айтады ғой, сенің әділеттілігің халыққа ұнамай жатыр тым дейді. Көрдіңіз ба? Сөйтіп бұл кісі 3 күндік ұшып қойған екен. 3 күннен кейін өледі.
өлейін деп жатқан кезде жаңағы бәлеқорлар бар ғой, бәле іздеп жүретіндер. Бар ма қоғамда? Жетеді бәлеқорлар. Сол бәлеқорлар келіп деген ана өліп барады. Омар сен деген сондай бүкіл дүниені, бұл кісінің мемлекеті мына шеті Қытайда, мына шеті Атлант мұхитында болған мемлекеттің екі шеті. Әлемнің 4/3 билеген халифа Омар ибн Абдул-Азиз. Енді Омар сен бала шағаң не тастап баратсың деп. Өліп барады ғой. Бала шағаң не тастап баратсың деп сұрап жатыр. 9 баласы бар екен. Сонда Омар ибн Абдул-Азиз айтты дейді ғой. Менің қалған 18 дирхамым бар деп айтады. Дирхам деген күміс ақша. Болар болмас ақша. 18 дирхам ақшам бар дейді. Соның 4 дирхамына кепен алыңдар. 5 дирхамына жер сатып алыңдар дейді. Қара, ана халифаны қара. Мені ана жерге жерлеңдер деп айтса жерлейді ғой негізі. Бірақ жерді сатып алып жатыр да. Сөйтіп қалған 9 дирхамы қалды ма? Қалған 9 дирхамды 9 балама бір-бірден бөліп беріңдер деп айтады. Қойш, балаларыңа дүние тастаған жоқсың ба, ештеңе тастаған жоқсың. Өліп баратыр, білгісі келіп баратыр, не тастадың деп. Сонда Омар ибн Абдул-Азиз дейді, балаларыма ештеңе тастаған жоқпын, Алланы тастап баратырмын деп айтады. 9-ына да Құдайды таныттым деп айтты. Олар Құдаймен бірге болса дейді, Алла оларды өлтірмейді дейді. Оларға дүние тастап, мен өткеннен кейін дейді, олардың істейтін күнәларына мен үлескер болып қалмайын деп айтты дейді. Мен балаларыма ол дүниені тастап не істемейін дейді. Балаларының күнәларына үлескер болып қалмайын дейді. Шынымен сондай болды дейді. Одан кейін халифа Сулейман ибн Абдул-Малик деген кісі болды дейді. Ол халифаның пәленбай баласы болды дейді. Бірақ ол балаларының әрқайсысына 1000 динардан тастаған. Динар деген алтын ақша, ділда. 1000 динардан тастаған дейді. Бірақ ол қателесіп қалды дейді. Балаларына Алланы үйретудің орнына дүнияны тастап дейді. Сөйттік те біз дейді, екеуінің де балаларын көрдік дейді. Оқиғаны риуаят етіп жатқан кісі айтады. Біз екеуінің де балаларын көрдік дейді. Омардың балалары әрқайсысы кедей-кепшіктерге, жетім-жесірлерге пайдасы тиетін үлкен байлар мен ғалымдар болды дейді. Сүлейменнің балалары көшемен көше тентіреп қайыр сұрап кетті дейді барлығы дейді. Содан бастап біз білеміз дейді, балаға дүние емес Құдайды тастау керек екен дейді. Дүниені ол өзінің уақытында табады дейді. Ешкім дүниемен келмейді. Адамдар өмірге ештеңесіз келеді, білесіздер ғой, адамдар өмірге еш нәрсесіз келеді. Бірақ бүкіл нәрсенің артынан не істейді? Ұрынады. Бүкіл нәрсені жинауға ұмтылады. Соңында барлығын тастайды, жалғыз кетеді. Және сол жинағандар үшін Алланың алдында есеп береді. Ештеңесіз келдің, ештеңесіз кетесің, бірақ екі ортада жинағаның үшін жауап бересің. Адалдан жинасаң есебің оңай болады. Арамнан жинасаң балаңды тозаққа бересің, өзіңнің есебің ауыр болады дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям балаларыңа әкелген арам тамақтан әрбір жасушасы өмірге келетін болса дейді, сол жасушалары тозаққа жануға лайық болады дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Өз балаңды өзің тозаққа жатқызба. Мінекей осындай отбасы барлығымызға аманат. Жастар жақсы жар таңдауды және де бала шағаға дұрыс ат қоюды, оған білім беруді. Төртіншісі, бала шағаңа, балаңа, қызыңа дұрыс жар таңдауды үйрету керек. Балам сүйгеніңмен қосу қақтам дейді, ол кім екен? Бет-аузы жылтырап тұрған ар жағында кім екенін білмейді ғой. Сондықтан соңына дейін көмектес. Сенің қарттығың әдем өтсін десең, балаңа дұрыс келін таңдауға көмектес. Дұрыс жар таңдауға көмектес. Балаң қайтадан баяғы қоқыста өскен раушан гүлге барып ұрынып, сенің қарттығың қариялар үйінде өтіп кетпесін. Қариялар үйіне апарып атқан жігіттер өзінің идеясымен апарып атқан жігіттер емес, қатындарының идеясымен апарып атқан жігіттер. Сұраңыздар, қарттар үйіне барып тұрасыздар ма? Сұраңыздар, кімнің кесірінен болды деп айтады? Келінімнің деп айтады. Баламыздың арамызға от салып жіберді дейді, келінім дейді.
Көрдіңіз ба? Неге? Сенен де қате кетті ол кезінде. Сол келінді неге барып таңдауға көмектеспедің балаңа? Өзіңнен де бар. Енді соның зиянын өзің татасың. Міне дін, шариғат, Құдайдың исламы адамдардың дүниеде бақытты өмір сүруін қалайды бауырлар. Ұстансаң дін қасиетін, ұстай алмасаң қасіретің деген осы. Сондықтан Құдайдың мына шариғатын берген исламның әрбір заңдылықтарын өзінің орнына қойып ұстайтын Алланың сүйікті пенделерінен болып нәсіп етсін баршамызға. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям күллікум раин ва күллікум мас'улун ан раиятихи дейді. Сендердің әрқайсың бақташысыңдар дейді. Бағып атқан нәрселерінен сұраласыңдар дейді. Еркек өзінің отбасы үшін сұралады. Әйел күйеуінің мал дүниесі үшін сұралады. Технично тығып алып, төркініне бер жіберетін әйелдер Алланың алдында есеп береді. Күйеуіне айтпай төркініне дүние жіберетін әйелдер Алланың алдында есеп береді. Әйелдің не тосты төркініне жібергені, күйеуіне айтпай қылған садақасы да дұрыс болмайды, ұстаған нәпіл оразасы да дұрыс болмайды, нәпіл намаздар да дұрыс болмайды. Күйеуі білмеген Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға бір әйел келеді, сахаба әйел. Я Расулалла, менің күйеуім дейді. Маған нәпіл ораза ұстатпайды дейді. Ойбай. Менің күйеуім дейді, таң намазына ұйықтап қала береді дейді. Менің күйеуім дейді. Намаз оқып жатсаң, намазыңды бұздыртады дейді. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, сенің күйеуің таза оңбаған екен бар ғой ше? Деп айтпаған, күйеуің шақыр деген. Көрдіңіз бе? Екі тарапты тыңдамай шешім қабылдауға болмайды. Бір тарапты тыңдап алып, анан жаманшылыққа шақыруға болмайды. Екіншісі, Пайғамбарымыздың әділеттілігін көрдіңіз бе? Шақыр күйеуің деді. Күйеуін шақырды. Күйеуіне айтты. Әйелің осылай шағымданып жатыр. Ораза ұстайын десем ұстатпай деп айтып жатыр. Дәл солай деп айтады ана жігіт бар ғой. Солай дейді, я Расул. Неге ұстатпайсың десе, Алла несі біз дейтін, енді үйленгенбіз дейді да. Мен жұмыстан дейді. Үйге асығып аппетитпен келем дейді да. Аузым беріп дейді анау. Настроением түсіп кетеді дейді меніңше. Не істеймін менен дейді да. Тұла бойым тулап тұр дейді. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ана әйелге айтады. Күйеуіңнің разылығынсыз ұстаған нәпіл оразаң дұрыс болмайды деп айтады. Көрдіңіз ба? Енді ана күйеу өзінің әйелі оразамын десе, қаққа барады енді? Басқа біреуін алайын десең, тағы алғызбайды мысалы, қарақын. Ол тасышы, жалпы деймін да мысалға. Қаққа барады енді? Екіншісі дейді, намазды неге бұзасың? Аллаң елшісі дейді, мен қарным ашып өлейін деп келем дейді да. Мынау бесін оқып тұрып дейді. Бақарамын не оқитын білмеймін, ұзақ оқиды дейді намазды ше. Қысқартсайшы деп айтамын дейді да, қысқартсайшы тамақ ішейік, жұмысқа кетейік деген. Сонда ана әйел айтады, Аллаң елшісі, мен Құранды ұмытып қалмайын деп намазды оқимын. Намазды ұзақ оқуың дұрыс болмайды дейді, күйеуің келген кезде дейді. Намазың қысқа сүренен де дұрыс болады сенің. Инна алтойнака каусар бар ғой, оқысайшы. Көбісі жаттай алмайтын ауыр сүре бар ғой, соны оқысайшы. Үшіншісі не дейді? Таң намазына ұйықтап қала береді дейді. Негізі ол сахаба әйелдің бұлай айтуы күйеуінің айыбын ашу дұрыс па? Дұрыс емес. Бұл сахаба әйелден қате кетіп жатыр негізінде. Алла тағала Құран кәрімде әйелдер сендер еркектерге дейді. Еркектер сендер әйелдерге бір-біріңе несіңдер дейді? Киімсіңдер дейді, қараңыз. Бір-бірлеріңе киімсіңдер дейді. Анау күйеуінің айыбын бүкіл төркініне жайып отырады. Білмеймін, түннің ішінде келеді, не істеп, не қойып атқан білмеймін. Мамасына, әкесіне, сіңлісіне, подружкасына бәрін айтып отыр, күйеуінің не істеп жүргенін. Бүйтеді, сөйтеді деп. Біреулер бар дейді, өзінің төсекте болғанын айтып отырады дейді. Қиямет күні Құдай ол адамдармен есептесуге назарын салмайды дейді хадистерде. Ауыр жағдай бұл. Бір жігіттер бар дейді. Күйеуінің, әйелінің айыбын ашып жүреді дейді. Құрсын, андай, мындай деп дейді. Жоқ, бір-біріңе киімсіңдер деген сөз. Қараңыздар, мен үстімде мына жерде киім тұр ғой. Мен қай жеріме операция жасалған білесіздер ме? Кім біледі мен қай жеріме операция жасалған?
Маған операция жасаған хирург қана біледі, дұрыс па? Ол да ұмытып қалған шығар, клиенті көп қой оның бәрі. Кім айтады, қай жеріме операция жасалған? Ха? Құдай сақтасын. Көрдіңіздер ма, білмей жатсыздар. Біреу аппендицит дейді, біреу бірдеңе деп жатыр. Білмей жатсыздар. Неге білмей жатсыздар? Өйткені менің үстімде міне ер мен әйелдің айыбын көрпесінің астынан шықпау керек дейді имам Шағрауи айтады. Бөлме емес, көрпенің астынан шықпау керек дейді. Қазір сенің айыптарыңды әлем көріп жатыр дейді. Үйіңдегі бүкіл нәрсені бүйтіп түсіріп жүр, күйеуінің не істеп не қойған, нәскиін жинап жатыр. Зачем біреуге сен күйеуің нәскиін жинаған? Күйеуіңнің айыбын, әрбір үйдің өзінің құпиясы, сыры бар. Соны әлемге жариялап жатқан әйел де, оны жариялап жатқан еркек те дұрыс болмайды шариғатта. Көрдіңіз ба? Міне киім деген осы. Бір-бірінің ішіндегі айыбын білмейді, менің ішімдегін білмейсіздер. Сол сияқты кімнің сенасында не болып жатқанын ешкім білмеу керек. Осыны ұмытпау керек. Міне жаңағы әйелдің күйеуім таң намазына ұйықтап қалады деген әңгімесі, бұл өте айып әңгіме. Күйеуінің айыбын ашып тастап жатыр ол әйел. Көрдіңіз ба? Осындай әйелдер бар. Мен күйеуім тұрмайды таң намазына. Сенің күйеуің таң намазына тұрмаса, оята алмаған сенің кінәң онда. Оятпайсың ба? Башбайынан бастап массаж жасап. Тұра ғой, Құдай күтіп жатыр сені де. Жай намаз қанша аласа болса да, оның үстіне шығу саған қиын болмайды деп. Айтпайсың ба сондай күшті сөздеріңді? Өзің бірінші орын аласың ұйықтаудан, күйеуің екінші орын алады, сосын не істейді намаз жоқ. Түнімен бала еміздің деп еще ақтайсың, өзіңді ақтағың келеді. Дұрыс шығар енді, ол да бар шығар. Өйте айтады екенсің, онда күйеуіңнің айыбын ашпасың. Көрдіңіз ба? Күйеулерде әйелінің айыбын ашу болмайды. Ана жері ұнамайды, мен жері ұнамайды деп. Ақыл өзің ғой алған соны. Міне сол әйелдің пайғамбар саллаллаху алейхи айтты, Сафуан деді, жаңа Сафуан ибн кім еді? Сафуан ибн Муаттал деген сахаба екен ғой. Соған айтты, Сафуан дейді. Енді мына әйелің айыбыңды ашып қойды ғой деді. Әйелің айыбыңды ашып қойды. Бірақ деді, намазда деді, ұйқыңнан тұрғаннан кейін оқып ал деді бірден. Неге өйтіп намазыңды қаза қылып жүрсің деп еді, Алла несі, менің сменім түнгісіменде деп айтады. Менің жұмысымды білесіз бе, я Расул? Сөйтсек бұл кісі атбек екен ғой, сахабалардың атына қарайды екен, пайғамбарымыздың да атына қарайды. Түнімен атты жемгі суарып біткенге дейін, ол жағына батарейкасы отырып құлаған кезде таң намазда қосып кетіп қалатын болып тұр ғой. Көрдіңіз ба? Сондықтан, құрметті бауырлар, 90 ауыз сөздің енді тобықтай түйіні Алла тағала Құран кәрімде бізге үйретті ғой. Раббана хаблана мин азважина ва зурриятина құррата аюн дейді. Ана қарасаңызшы, Раббымыз менің әйелдерімді деп айтады, бұл жерде. Тәуекелен. Аят қой енді қайтем, мен өзгерте алмаймын әйелімді деп. Раббымыз дейді, менің әйелдерімді дейді, бала шағаларымды көзімнің қуаныш ете көр дейді. Ол не деген сөз? Ол деген сөз, үйге кіріп келген кезде, әйеліңді көрген кезде де, балаңды көрген кезде де, Құдай есіңе түсіп, қуаныштан көзіңе жас келу деген сөз екен. Раббым, рахмет саған, осындай әйелді маған сыйлағаныңа. Раббым, рахмет саған, осындай баланы тәрбиелеп отқан әйелді сыйлағаныңа. Осындай керемет ұрпақты тәрбиелегеніне рахмет дейтіндей, қуаныштан өзіңмен өзің жылайтын көз жас. Мына дұғаны жаттап алыңыздар. Көп көмектеседі иншалла. Енді Құдайдан басқа ешкім өзгерте алмайды ғой ешкімді. Қараңыз, бірінші кімді айтып жатыр? Әйелдерімізді. Бірінші адамға керек жанына жақын кім екен? Әйелің екен ғой. Екінші, одан шығатындар бала шағаларым да дейді. Көзімнің қуаныш ете көр. Оларға қараған кезде көзім қуанатын, көзімнен қуаныштан жас тамшылайтын сондайлардан еді. Одан кейін не дейді? وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Және менің өзімді дейді, тақуалардың имамы ете көр дейді. Ой, не деген мықты дұға мынау. Құранда келген дұға, құрметті жамағат.
Бүкіл үмметтің алдына бірінші нені шығарып жатыр Алла Тағала? Отбасын шығарып жатыр. Отбасы бұл үмметтің бір бөлшегі. Отбасың бірінші орында тұрады әрқашан. Жамағат пен үммет екінші орында тұрады. Жамағатты тәрбиелейін деп отбасыңды тастап қойма. Отбасыңды тәрбиелейін деп үмметті тастап қойма. Әрқайсының өзінің балансын ұстап тұру керек. Түсінікті ғой бауырлар, ә? Раббана хаб лана мин азважина ва зурриятина қуррата а'юни вадж'ална лил муттақина имама деген қай сүреде бұл? Духан сүресінің 61-ші аятты жамағат біліп алыңыздар, жаттап алыңыздар. Бұны бойдақтар да, отбасы барлар да дұға қылыңыз дейді. Фурқан ба? Фурқан сүресі екен. Алла разы болсын баршаларыңызға. Артық кем кеткен жерлерімізді Алла кешірсін. Алла баршамызға пайдалы білім берсін.